Қонақ келгенде дастарханға қоюға арналған үлкен көлемдегі макви пирог жасадым. Жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып алатын боламыз. Сары уызына құмшекерімізді, еріп тұрған бөлме температурасына сары майымызды, макымызды және разрыхлитель ұнымызды салып, осындай жұмсақ қамыр илеп тоңазытқышқа жарты сағаттың көлемінде қойып қоямыз. Одан соң пергамент қағазының үстіне дәл видеодағыдай етіп жайып аласыздар. Одан соң меренгасын дайындайтын боламыз. Жұмыртқаның ақ уызына құмшекерімізді салып, осындай аппақ болғанша араластырып аламыз да грек жаңғағын қосып, жаңағы жайылған тестамыздың үстіне жағып шығатын боламыз. 150 градус, 170 градус қызып тұрған пеште 30 минуттың шамасында пісіріп алатын боламыз. Одан соң арасына жағатын кремді дайындаймыз. Ол үшін сливки, творожный сыр және сахарный пудра қажет болады. Қою масса болғанға дейін араластырып, екі тестамыздың арасына жағып, үсті-үстіне қойып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша бетін осылай безендірсеңіздер болады. Дәл осы тестамен 30-35 штук дастарханға қоюға арналған пирожный шығаруға болады. Дәл осы рецептімен жасап көріңіздер, бір жасағаннан сәтті шығады. Қыздар, өте дәмді, өте нәзік. Рецептін осы лайк басып, парақшама тіркеліп алыңыз.